Жануарлар мен аң-құстарда кез келген адам біле бермейтін немесе аңғармайтын өзіндік тіршіліктеріне тән қасиеттері, әдеттері мен қызықты әрі сирек кездесетін табиғи ерекше мінез-құлықтары болады. Ендігі кезекте біз бауырмен жорғалаушы тасбақа және бунақ денелерге жататын изумрудты ара жайлы айтатын боламыз. Тасбақа ол суда да және құрлықта да жүретін бауырмен жорғалаушы. Тасбақалар орташа есеппен алғанда 200 жыл өмір сүре алады екен. Олардың жер бетінде 250-ге жуық түрі бар. Ол өзінің денесіндегі сүйекті сауытымен ерекшеленеді. Сонымен қатар барлығымызға қызық осы сүйекті сауытының астында не бар екені. Бізге мультфильмдегідей тасбақалардың сүйекті сауыты шешіліп қалатындай көрінеді. Негізінде олай емес. Бұл сауыттың астында тасбақаның денесі сүйекпен бірге бітіп, тек басын мойнының доғалданып майысуының арқасында ол жауларынан қорғанып, сауытының астына жастырынып қалады. Тасбақа құрылысын терең үңілер болсақ, ол сүйекті теріден құрылған. Сыртқы панцирі 50-ге түрі сүйектен тұрады. Ал арқа сауытын карапакс және бауыр сауытын пластрон деп атайды. Бұлардың ұзындығы 12 сантиметрден 2 метрге жетіп жатады. Карапакс теріде дамыған сүйек тақташықтарынан тұрады. Оның ішкі бетіне омыртқа қабырғалары және қабырғалары бекиді. Ал пластронның тақташықтары бұғана мен құрсақ қабырғаларынан құрылған. Сырттан қарағанда ол жай тас сауытты үстіне қойып алған бауырмен жорғалаушы болып көрінгенімен, тасбақаның құрылымы өте күрделі жаратылыс иесі. Тағы бір ерекшелігі олар ұзақ уақыт қоректенбей, су ішпей жүре алады екен. Ол қыстың қатты аязы күні мен қарлы боранында, жаз уақытында аптап ыстық кезде олар тіршілік етуін тоқтатып, терең ұйқыға кетеді екен. Ендігі кезекте изумрудты араны зерттеп көрейік. Изумрудты ара ол өзінің сыртқы бейнесіне байланысты айтылса керек. Ол өзінің дер нәсілдерін, яғни тұқымдарын тарату үшін ең бірінші тарақанды өзінің құрбанына айландырады. Ең алдымен тарақанды алдыңғы бізгегі арқылы уын шашып, жәндікті тірі қалпында жансыздандырып, өзінің еркіне көндіріп алады да, оған өзінің дер нәсілдерін тарақанның бойына жібереді. Кейін бұл тарақанды 7 күнге ағашпен, таспен қоршап кетеді. Бұл аралықта тарақанның ішінде изумрудты ара дамып, сыртқа жарып шыққанша тарақан тірі жатады, бәрін сезіп жатады екен. Қалай изумрудты ара сыртқа жарып шығады, тарақан да жан тапсыратын көрінеді. Осылайша изумрудты аралар өзінің қысқа өмірінде 30 шақты тарақандарды құрбан етеді екен. Естімеген елде көптеген осы болар. Бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмам. Сау болыңыздар.